Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде жаңа тарау, 16-шы тарау, ол бізде оттекті органикалық қосылыстарға қатысты болмақ. Ал әнше бассақ. Соның ең алғашқы тақырыбы спирттер. Спирт дегеніміз не? Құрамында OH тобы бар органикалық заттарды спирттер деп атаймыз. Алдарыңызда формулалар көрсетілген. CH3OH, CH5OH, C3H7OH, C4H9OH. Бұлардың барлықтарында гидроксил тобы кездеседі. Сол себепті бұларды спирттер деп атай беруге болады. Алданшы атауына келетін болсақ, спирттерді басқаша алканол деп атайды. Алканол. Яғни алкан дегенге ол деген жұрнақты жалғаймыз. Мысалға метан болса, OH кездесе метанол болады. Этан дегенге этанол, пропанол, бутанол, пентанол шылай жалғасып кете береді. Я болмаса екінші радикалды атауы бар. CH3 дегенді біз метил деп атаймыз. Метил спирті, этил спирті, пропил спирті деп атасақ тоже қателеспейміз. Ендеше спирттердің гидроксил тобының санына байланысты екі түрі бар. Біріншісі бір негізі, екіншісі көп негізі. Бір негізіде OH біреу ақ, байқасаңыздар. Міне OH бәрінде біреу. Этанол, пропанол, гексанол. Ал ендеше көп негізге келетін болсақ, OH бұл жерде уже екеу. Мені қараңыздар, 5 сутектің біреуінің орнына тағы да бір OH келіп алғанда, сөйтіп бізде С2H4OH2 деген формула шыққан. Енді бұның атауы қалай болады? Қараңыздар, OH біреу болған кезде ол деген жұрнақ жалғаймыз еді қой. OH-тан екеу болса, 2 деген грекше ди емес пе? Сонда этан диол деген формула пайдаланады. Диол. Мысалы, мына жақта OH-тан үшеу, значит, пропан, триол. Мына жерде гексан, гексаол, болса гексан, гексол деп атасаңыздар, тоже қателеспейсіздер. Енді бұлардың тағы да тривиалды атаулары бар. Мына этандиолды этиленгликоль деп атайды, мынаны глицерин деп атайды, ал мынау гексан, гексолды сорбит деп те атайды. Кейде бұл формулаларды былай жинақтап жазады, сол кезде тоже бұл қандай формула еді деп шатаспай түсініп алуларыңыз қажет. С2H6O2 деп. Глицерин дегенде көбісі, мысалға биологияда осылай жазады, С3H8O3 деген секілді. Сорбит деген формуланы тоже алдан уақытта біз былай жазып отыруымыз мүмкін. Сол кезде таңғалмаңыздар. Просто сутектердің алтында қос жерге салдық, и оттекті бөлек жазып жатырмыз. Ендеше, мынау спирттердің тағы да OH-тың орналасуына байланысты түрлері бар екен. Қараңыздар, мынау бізде қазір OH қай жаққа жақын, соқтан басып номер қойымыз бізше. Мынау бірінші, мынау екінші, мынау үшінші болады. Сонда бұның аты пропанол 1 болады. Так, енді мен мына жерде сәл қателесіп кеткен секілді, өйткені мына жаққа OH түсу керек секілді. Және ол кезде мына жерде H-тан үшеу болады, ал мына жерде H біреу ақ болады. Айтып байып тастайық. Бұның аты, сонда қараңыздар, сол жаққа да, оң жаққа да жақын болып тұр. Мына жақтан баса берейік. Бұның аты пропанол 2. Мына заттың аты болса 2 метил пропанол 2. Енді жігіттер қыздар, осы кезде өте бір қызықты моменті бар. Мынау заттардың тағы да жіктейді деп айттық жаңа. Типа OH-тың орналасуына байланысты спирттер тағы да 3 түрге жіктеледі екен. Біріншілік спирт, екіншілік спирт, үшіншілік спирт. Қараңыздар, егер OH жалғанған көміртек басқа бір ғана көміртекпен байланысса, бұл біріншілік болады. Ал егер OH жалғанған көміртек басқа 2 көміртекпен былай байланысып тұрса, бұл бізде уже екіншілік болады. Яғни екінші көміртекке жалғанып тұрғаны үшін емес, OH жалғанған көміртек, мынау көміртек басқа 2 көміртекпен байланысып тұрғаннан кейін бұл екіншілік деп аталып тұр. Ал мына жақта OH жалғанған көміртек, мына бір көміртек, мына екінші көміртек, мына үшінші көміртекпен жалғанып тұр. Сол себепті бұның аты үшіншілік болады екен. Біріншілік көміртек, екіншілік, біріншілік спирт, екіншілік спирт, үшіншілік спирт дегендер бар. Ары қарай, алдарыңызда енді осы спирттердің кейбіреулерінің атаулары, мысалы, мына жерлерде назар аудару керек, атаулары бар. Мысалы, пропанол 2 дегенде басқаша изопропил спирті деп атайды. Бутанол 2 дегенде екіншілік бутил спирті, ал изобутил деген ол уже басқаша деген секілді. Мына кесені жазып, жаттап алуға кеңес беремін. Келесі, спирттерді
алу жолдарымен танысақ. Ең бірінші құрамында қанты бар заттардың ашуы дейді. Бізде құрамында қанты бар десе, оның ішінде мынау глюкоза бар деген сөз. Мынау глюкозаның формуласын жаттап алыңыздар. Осы глюкозаны ашытатын болсақ, бізде спирт деген зат пайда болатын еді. C2H5OH және SO2 деген затымыз. Енді глюкоза ол бізде көбінесе жеміс-жидектердің құрамында болады. Жеміс-жидектерді ашытатын болсақ, тот жүзімді, сол кезде осындай спирті бар заттар түзіледі екен. Реакцияны теңестіру қажет. Бұл жерде әрине 2 және 2 деген зат түзіледі. Сонда глюкоза ашитын болса, бізде этил спирті түзіліп жатыр. Бұл жерде катализатор бар. Катализатор фермент. Ферменттердің әсерінен ашиды бұл. Келесі, алкендерге су қосу. Кеттік C2H4-ке H2O-ны қоса салсақ, C2, так, 5OH. Так, C3H6-ға H2O-ны қоссақ, C3H7OH деген секілді заттарымыз түзіледі. Ендеше давайте бұларды ашып жазған тиімді болып тұр, өйткені спирттердің қалай түзіліп жатқан байқауға болады. Бір сутек мына көміртекке, қалған OH мына көміртекке бара салсын. Сонда H2C, CH3 және мына жерде бізде қазір OH бар. Вот, этил спирті. Ал егер мына жерде қосып байланыс қойсақ, H-тан 3, H-тан 1, H-тан мына жақта 2. Осыған H2, яғни HOH деп жазсақ, қараңыздар, сутек пен OH қазір қосып байланысқа шабуыл жасайтын еді. Бұл жерде бізде жігіттер қыздар Марковников деген ғалымның ережесі жұмыс жасайды. Сутек-сутектің көбіне барады, OH болса азына барады, яғни мына көміртекке. Сонда H3C, CH, CH3 мына жақта OH деген зат осылай түзіліп кете салады. Бұл бізде уже пропанол 2, яғни екіншілік спирт. Келесі, галоген алкандардың нуклеофилді орын басу дейді. Яғни галоген алкан деген галогені бар алкан. Вот, C2H5 хлор, C3H7 бром деген секілді. Осыларға нуклеофилді орын басу десе, натрий гидроксидінің судағы ерітіндісін қосамыз. Мына жерге де мысалы калий гидроксидінің судағы ерітіндісін қосамыз. Су деген өте маңызды. Егер спирт болса, басқаша зат түсіріп кетеді. Натрийға хлор қоссақ, натрий хлориді және C2H5OH деген спиртіміз түзіледі. Мына жерде сонда калий бромиді және C3H7OH деген затымыз осылай түзіледі екен. Жалпы осымен біздің теориялық бөліміміз бітті. Енді ары қарай жігіттер қыздар 5 сұрақ дайындап қойдық. Сол 5 сұраққа тез жауап беріп кеттік. Бірінші сұрағымыз, екінші сұрағымыз, үшінші сұрағымыз, төртінші сұрақ, бесінші сұрақ. Егер 5 сұраққа толыққанды жауап берген болсаңыздар, дұрыс жауаптармен тексеріп алыңыздар. Так, жігіттер қыздар, осымен біздің сабағымыз бітті. Әдеттегідей 5 сұрақтың қаншаны дұрыс жауап беріңіздер, соны комментарийға қалдыра кетіңіздер. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.